Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін видеомды удобрениеге арнайын деп тұрмын. Удобрениелерді қалай дұрыс беру керек. Және қандай гүлдерге қандай удобрение береміз. Осы видеода бәрін айтамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп алыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға сұрасаңыздар болады. Және де сіздерге қандай көмек керек менен комментарийға жазыңыздар. Мен сол сіздердің проблемаларыңыз бойынша мен осындай видео жасап салатын боламын. Және гүлдердің күтімін сұрасаңыздар да болады. Мінекей удобрениелер негізі түрлі ғой, көп қой удобрение гүлдерге беретін. Бірақ гүлдейтін гүлдердің өзінің бөлек удобрениесі болады для цветущих. Ал жаңағы гүл ашпайтын декоративный гүлдерге арналған удобрение өзі бөлек болады. Мен осы екі удобрениені екі бөлек алып қойғам. Өзі түрінен көрініп тұр ғой, бір жылдай, бір жарым жылдай болып қалды осы удобрениенің менде барына. Қалай араластырамыз, қазір бәрін көрсететін боламын. Удобрение бермес бұрын алдымен гүлдерді суғарып алу керек. Мен мысалы, қазір топырақтары ылғал болып тұр. Кеше суғарғанмын. Бәрін кеше суғарып алғам. Бір күн бұрын суғарып алсаңыз тіптен жақсы, себебі тамырымыз сол суды жақсылап қанып ішіп алады да, удобрениені құйған кезде тамырға зиян келмейді. Егер де сіздер кәдімгідей кеуіп тұрған, мысалы мынандай кеуіп тұрған гүлге бірден удобрение құятын болсаңыз, тамыр күйіп кетеді. Себебі сіздің удобрениеңізді бірден қанып ішеді, тамырлары күйіп кетеді. Сол себептен алдымен бірінші гүлді жақсылап суғарып аламыз. Мен кеше суғарған болатынмын. Дәл осылай айландыра суғарып аласыздар. Кәдімгі қарапайым сумен суғарып аласыздар. Менде мынау қазір қарапайым су. Мынаған да мысалы қазір осылай ыдысқа сақтаймын. Хлоры ұшып кеткенге 2-3 күнге шейін өстіп сақтаймын. Себебі хлор да біздің гүлдерімізге өте зиян. Горшоктың айналасына қақ тұрады. Осындай горшоктың айналасына қақ тұрады. Менде постоянно сақталған су болғандықтан ондай қақ кездесе бермейді горшоктарымда. Барлықтарының ешқандай горшогымның айналасында қақ жоқ, байқасаңыздар. Осы жерде кәдімгідей шайнектің ішіне тұратын накип болады ғой, дәл солай қақ жиналады. Мынау ыдысқа су сақтаймын ғой, мен постоянно ыдысқа су сақтаймын. Осы ернеулеріне кәдімгідей қақ тұрады. Бұл қайнамайды, ештеңке қылмайды, просто осылай аузын ашып, терезенің алдына әр жерге қойып қоямын. Соның өзінде жаңағы не ұшады ғой, ішіндегі хлор ұшады, ұшқан кезде осы жерге кәдімгідей қақ тұрады. Анда-санда жуып тұрамын. Мен мынаны жуып тастаған едім, кеше сіздерге көрсетуім керек еді, қалай қақ тұратынын да банканың аузына. Өздеріңізді солай сақтап көріңіздер. Негізі істеп көрсеңіздер, көресіздер, көздеріңіз жетеді. Сол үшін суды прям сразу колонкадан құюға болмайды гүлдерге. Ол ыдыс горшокқа қақ тұрады. Ол хлор мынау тамырға да зиян гүлдің, одан қалса мынау топырақтың бәрін құртады. Содан кейін гүліңіз нашар өседі және тамырларын бәрі шіріп, жоғары қарай жөндеп стрелка шығармайды. Сол үшін осындай сақталған, хлоры ұшып кеткен, жұмсартылған су беріңіздер. Көбінше гүлдерге кішкене жылытып берген дұрыс. Қолыңызды салған кезде қолыңыз сол жылулықты сезетіндей жылығып беріңіздер. Қатты ыстық емес, қолыңыз сәл салғанда сол жылулықты сезетіндей қылып берсеңіз болады. Ал енді жаңа удобрениеге келейік. Гүлдейтін гүлге арналған удобрениелерді, мысалы көктем айларынан бастап көз айына дейін берсеңіздер болады. Айына бір рет берсеңіздер болады. Онда адам бергенде мына прям горшокта шылқылдатып, мынаның бетіне шейін прям нені толтырып берудің қажет жоқ. Нормамен бересіздер. Кеше маған бір комментарийға жазыпты, дрожждың суын құйып ем, гүліме бірдеңе басып кетті деп, андай шіркей басып кетті деп жазғанда, енді ол сіз дұрыс пайдаланбағаннан шіркей басады. Сіз дрожждың суын маған жасап алдыңыз ба? Бір ыдысқа жасап алдыңыз ба? 1 литрге араластырып аласыз, оны 1/5 қылып араластырасыз. Кәдімгі 5 литр таза суға 1 литр дрожж суды араластырасыз. Бірдестен сол 1 литр, мынандай 1 литр ыдысқа дрожж су жасап алғаннан кейін, соны сразу гүлге құймайсыз, себебі бұл көп, бұда дозасы көп болады. Осы 1 литр дрожж суды мынау 5 литр осындай суға араластырасыз. Кәдімгі комнатный температурада тұрған су, сәл жылы болса одан да жақсы. Бірақ хлор ұшып кеткен су болсын. Енді әр ыдысқа өзінің көлеміне қарап құясыз. Мысалы үшін менде мына ыдыс мынандай үлкендігі да, енді литражы. Мысалы 4 литр дейік. Ал мынауым менде ар кетсе 2-2,5 шығар. Одан да кішкентай горшоктар бар менде, мысалы. Мынандай. Мына
көлемдерін қараңыздар да горшоктың. Енді мен мынаған мысалы мынаны толтырмай құйсам, айландырып, анаған да сәл толтырмай құйсам, мынаған толтырып құям мысалы, үлкен горшок. Удобрениені айтып жатырмын. Сол сияқты пайдаланасыз. Шылқылдатып істесеңіз, ол кеппейді, соның ішінде тұрып сасиды, содан кейін шіркей келеді оған обязательно. Сол үшін әр горшокқа нормамен құю керек. Қазір мен көрсетемін. Ал енді удобрениені мен қазір ыдысқа құйып алдым колпачогына. Негізі колпачокпен өлшеп құйсаңыздар да болады. Бұл колпачокқа 10 мг, 10 грамм шприцпен есептегенде 10 мг сұйықтық кетеді. Мына жерде бәрі жазылған артында 1 литрге 10 мг араластырасын деп жазған. Негізінде мен бұны дәл осы сыртында жазылғандай пайдаланбаймын. Себебі және дейді, сақтансаң Құдай сақтайды дейді. Сол секілді мен тек қана 5 мг ғана алам бұдан. Міне осылай 5 мг дәрумен аламын. Оны мынау 1 литр суға араластырамын. Осылай араластырып аласыздар. Сөйтіп жақсылап қозғайсыздар. Кеше суғарып қойған гүлді алдын ала суғарып аласыздар. Жарайды, азанда суғарыңызда кешке қарай удобрение құйыңыз. Бірақ осы удобрениенің өзін біз мысалы қазір симайды екен ғой. Бұлайынан құяйын десем төгіліп кете ме деп жатырмын лақытып. Неге осы удобрениенің өзін мысалы әр горшокқа әртүрлі құясыздар. Мынандай дәурек горшок болса толтырып құясыз, мынандай кішірек горшок болса осындай толтырмай құясыз. Құйғанда да жақсылап былай жан-жанның бәріне жеткізіп құясыз болды. Оны шылқылдатып, удобрениені шылқылдатып берудің қажеті жоқ. Мақұл, ол үй жағдайында жасалған табиғи удобрение болсын, не болмаса осындай химиялық кәдімгі магазиннен алынған удобрение болсын, шылқылдатып құймаймыз гүлге. Бұдан да мысалы сасып кетуі мүмкін да топырағымыз. Себебі кеппей қалуы мүмкін. Неге мен алдым кеше суғарғам, негізі астынан суғарған кезде топырақтың беткі жағы сәл құрғақ болып тұрады. Негізінде су ішкен бұлда. Просто жаңа сіздерге топырағы құрғақ деп пример қылып көрсеттім. Енді сіз осы удобрениені бердік. Қазір да осылай өлшеп бердік. Осы ыдысқа керегіңізді құйып аласыз. Мысалы, көрдіңіз ба? Мына горшокқа құятын болсам, мен қазір мысалы долларға беретін болсам, бұл декоративный, мен мына декоративный гүлдерге арналған дәруменді араластырдым қазір. Себебі гүлдейтін гүлдерге мен қазір видео ұзағынан созылып кетеді, сол үшін оны араластырған жоқ. Енді мынау үлкендеу горшокқа сәл көптеу береміз. Онда да бүйтіп әдемілеп жан-жанына құйып шығасыз. Себебі бұл кеше су ішкеннен кейін бұның сіңуі жақсы болады. Неге? Осылай айландырып құйып шығасыз, болды. Горшоктың көлеміне қарап бересіз. Және де шақшиып күн ыстық болып тұрған кезде бермеңіздер. Не азанда ертерек беріңіздер, не болмаса кешке қарай беріңіздер. Гүлдерді негізінде суғарған кезде кешке қарай суғарған жақсы. Себебі кешке қарай суғарсаңыз, азанға шейін өзінің керекті суын алады. Сөйтіп азанда күн түседі ғой топыраққа. Сол кезде керек емес су буланып топырақтан шығып кетеді. Сол үшін мынау горшогым кішкентай. Мына горшок пен мына горшоктың көлемі екі түрлі. Енді мен бұған қалай беремін? Бұған өзінің нормасына сай қылып, ішіндегі топырағына сай қылып, азған тайғана құямын міне. Осылай құйып шығасыздар, болды. Даже мынаның өзі көп. Себебі қазір астынан ағып кетеді. Одан кейін удобрение бергеннен кейін гүл обязательно жарық жерде тұру керек. Жарық жерде тұрмаса, бұл өзіне сол удобрениені сіңіре алмайды. Жарық керек, удобрениені сіңіріп шығару үшін да бұлар жапырақ арқылы шығарады ғой. Жапыраққа сіңіреді. Содан кейін барып жапырақ, осы удобрениені біз жапырағы жақсы болу үшін, тамыры жақсы болу үшін, осы мына сабақтары мықты болу үшін береміз ғой. Сол үшін жаңағы жарық керек бұларға. Сол процестің бәрін жақсы жүргізу үшін, берген тамағымызды жеп қорыту үшін, жапырағының асты арқылы қорытады бұлар. Сол қорыту үшін бізге обязательно жарық керек, жарық жерде тұру керек. Сол үшін айтады, көктемнен бастап күз айларына дейін дәрумен бересіз, қыстың күндері демалдырасыз деп. Себебі бекерден бекер қыстың күні гүлдер демалмайды. Себебі қыста жарық аз болады. Берген тамағыңызды қорыта алмайды. Егер де сіздің бердіңіз удобрение, бергеннен кейін сіздерде осындай жаңа жапырақ шығарып, мынандай жаңа жапырақтар шығарып, гүліңіз кішкене өзгеріс пайда болса, жапырақтары қанық, жасылданып өзгеріс пайда болса, значит сіздің удобрениеңіз бұл гүлге жақты деген сөз. Ал егер де астыңғы жапырақтары сарғайып, түсі басқаша болып өзгеретін болса, ол удобрение оған жақпады деген сөз. Міне осындай да түрлері бар.
сол ұната ма ұнатпай ма тексеріп көру керек. Бір берген удобрениені мысалы сіз осы айда бересіз ғой, осы айда бересіз, бір ай күтесіз, удобрение бермей бір ай күтесіз, арасында шөлдеп жатса суғарасыз, бірақ әшейін қарапайым сумен суғарасыз. Енді бір ай өткеннен кейін уже байқалады, 2 аптадан кейін кәдімгідей гүлде өзгеріс байқалады удобрение бергеннен кейін. Удобрение ұнады ма ұнамады ма жапырақтарына, гүлдің түріне қарап білсеңіз болады. Мінекей мынау менің атроскадан шығарып жатқан гүлдерім. Бұларға да аздап тамшылатып құйып қойсаңыздар болады. Себебі көп берудің қажеті жоқ. Бұлар оны көтере алмайды. Шылқылдатып көп бергенде көтере алмайды. Мінекей осындай азғантай құйып аламыз. Сөйтеміз де әр горшоктың өзінің нормасына қарай удобрениесін құйып шығамыз. Сондағысы көп емес. Міне, осындай азғантай құйып аламыз. Гүлді алдын ала жақсылап суғарыңыздар. Осындай кішкене жапырақтардан, нелерден, кішкене ғана сабақтардан көбейтіп жатқан гүлдері мынау хоя деп айтылады. Бұл да гүлдейді, жапырағы өте қалың. Мынау Дифенбахия бір жапырақ ашты. Мынау кішкене жапырағы мына жақтан бір сабақ шығарып келе жатыр. Енді осыларға 1 апта, 2 аптадан кейін көреміз. Біздің удобрениеміз ұнады ма, ұнамады ма көреміз. Пеперони. Ал енді удобрениені осылай бересіздер. Гүлдейтін гүлдерге өзіне керекті удобрениесі бар. Бұның да сыртында бәрі жазылған мына жерде қанша араластыратыны. Бірақ осының дозасын кішкене азайтып жасасаңыздар болады. 10 миллиграммды 1 литрге емес, 7, 8, не болмаса 5 миллиграмм қылып азайтып беру керек. Себебі көтере алмай қалуы мүмкін. Қатты рисковать етіп бірге бір жасауға болмайды. Бермес бұрын алдын ала гүлді жақсылап суғарып аласыз. Бұда да дәл солай, мына жерде жазылған ғой, бутон ашып келе жатқаннан бастап бересің деп. Бірақ сіздер көктем шығады. Көктем шыққаннан кейін гүлдейтін гүлдер өздері дайындалады. Сол көктем шығып, күн ұзарғаннан бастап осы дәруменді берсеңіздер болады. Бірақ қайта берудің қажеті жоқ. Гүлдеген кездерде негізі айына 2 рет берсеңіздер болады. Гүлдеп тұрған кезде да. Ал бутон ашып дайындалып жатса, не болмаса гүлдеп болғаннан кейін айына 1 рет берсеңіздер болады. Дәл жаңағыдай жасап аласыздар. Әр горшокқа өзінің нормасына қарап бересіздер. Дәу болса, егерде горшогыңыз ыдысты толтырып бересіздер. Мысалы, мынау қанша 100 граммдық стакан. 100 граммға толтырып бересіздер. Ал егерде ыдыстарыңыз кішірек болса, өзінің горшокқа қарап бересіздер. Ешқашан шылқылдатып, толтырып удобрение құюға болмайды. Тамыр күйіп қалуы мүмкін, не болмаса гүлге зиян келуі мүмкін. Ол да мысалы сіз суғарып аласыз, үстіне тағы удобрение су құясыз. Сонымен ол влажность тұрады ғой бұда. Соның кесірінен тамыр да шіріп кетуі мүмкін. Сол үшін аз-аздан береміз. Нормамен береміз барлық нәрсені. Сіз ол көп бергеннен қайта зиян қыласыз. Сол үшін айтамын, табиғи үйде жасалған, мысалы менің каналымда бар ғой, күріштен жасалған, дрожждан жасалған, перекистен жасалған, перексті де нормадан артық пайдалануға болмайды. Аспириннен жасалған, аспирин әсіресе гүлдейтін гүлдерге өте пайдалы. Соны ескеріңіздер. Оларды да тура мені қалай доза айттым, тура солай пайдалану керек. Бірақ суды жасап алғаннан кейін болды, ой, суды жасап алдым, араластырдым, қалай берсем өзім білем деген болмайды. Нормамен құйыңыздар. Нормамен құйыңыздар, гүлді жайлап үйретіңіздер. Егерде ол соған жақсы реакция беріп жатса гүл, онда пайдалануға болады. Бірақ шылқылдатып құюға болмайды. Соны ескеріңіздер. Неге бүгінгі видеом пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өздеріңізге керекті мәліметтеріңізді сұрасаңыздар болады, ақпараттарыңызды. Видео жасап сал десеңіз, видеода жасап саламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрап отырсаңыздар болады. Қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар менің видеоларымды өткізбей көретін боласыздар. Көп ханымдар мынандай видео салыңызшы дейді, менің каналымда бар олар. Мен бір видеоны каналға қайта-қайта 2 рет 3 рет сала бермеймін ғой. Сол себептен каналды ашып, ақтарып, көріп, керекті видеоларыңызды өздеріңіздің пайдаларыңызға жаратсаңыздар болады.